Сәлем достар, бүгін сіздермен сүзбелі бәліштің рецебімен бөлісетін боламын. Тез дайын болатын тәтті бәлішті бірге жасайық. Ол үшін біз ұнға сары майымызды салып, қамыр қопсытқышты қосып, араластырып бастаймыз. Сосын қантымызды қосып, тағы да бір рет араластырып жібереміз. Егер қант болмаған жағдайда, қанттың орнына сахарный пудра қолдансаңыздар болады. Соңында бір жұмыртқамызды қосып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шықты. Енді осы қамырды салфан пакетке салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Салмасын дайындауға жұмыртқа, қант, творог, қаймақ және үстіне қоятын шие, оған қосатын крахмал керек болады. Салмамызды дайындап бастаймыз. 2 жұмыртқамызға 2 творогымызды, қантты және қаймақты салып, шанышқымен араластыратын боламыз. Немесе блендер болса, сонымен жасасаңыз да болады. Пирогымыздың салмасını осылай дайындап алатын боламыз. Енді формаға холодильниктен шыққан қамырымызды салып, пирогымыздың формасын шығаратын боламыз. Осылай қолымызбен жайып, бортиктерін шығаратын боламыз. Және де біздің пирогымыздың қалыңдығы қатты жұқа да емес, қатты қалың да емес, орташа қалыңдықта қылып жасаймыз. Осылай саусағымызбен астыңғы бөлігін тегістеп алып, оған творог қосылған салмамызды салып, бортигіндегі артық қамырларын алып тастаймыз. Шиені крахмалға аунатып алып, пирогымыздың үстіне қойып шығамыз. Дайын болған пирогты қызып тұрған пеште 170-180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Тәтті пирогымыз пісіп шықты. Оны міндетті түрде бөлме температурасында суытып алып, холодильникке 5-6 сағатқа қоямыз. Содан соң барып формадан шығарамыз. Әйтпесе пирогымыз өз формасını ұстамай қалады. Пирогты сәндеу үшін үстіне қант ұнтағын сеуіп, кез келген жемісті қойып сәндейміз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Осы пирогты бір рет болса да жасап көруге ұсынамын.